Жаз демалыс маусымы. Алысқа ұзамай-ақ өз өлкемізде демаламын дейтіндермен Атырауға ат басын тірейтін қонақтар қайда барса болады. Туристік маршруттарымызды жандандырып жатырмыз. Олар бана орта ғасырлық Сарайшық қалашығына, Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватына, Лотос алқаптарына, Индер тұзды көліне, Жылыой ауданында Ақкегершін борлы тауларына туристік маршруттарымызды жандандыратын боламыз. Одан бөлек қала қонақтарына қазіргі таңда қала бойынша шолу экскурсиялар ұйымдастырып келеді. Ол бағана қаланың көрікті жерлеріне экскурсиялар ұйымдастырылады. Бұл экскурсиялар негізінен банағы туристік ұйымдармен ұйымдастырылады жергілікті. Өңірде туризмнің бірнеше бағыты дамыған. Олар мәдени танымдық, спорттық әуесқойлық, этнографиялық, балалар жасөспірімдер, экологиялық және медициналық. Шекара асып шетелге саяхаттаушылардың да қарасы қалың. Атыраулық туристердің басым көпшілігі қай елдерді таңдайды? Атыраудың тұрғындары көбінесе 70% Түркияға ұшады, Анталия қаласына. 20% Египет, Шарм-эль-Шейх қаласына ұшады. Биыл дейтін өте популяризация Азия болып жатыр. Ол Вьетнам, Таиланд деген жаз сезон болмаса да жұрттар ұшып жатыр. Соған Анталия қаласы сәл биыл қымбат болып тұр. Болса да рейстің толық, адам көп, солсын сұраныс көп болғасын, бағасы да өте қымбат болып жатыр. Маманнан сұрадық, ал тұрғындар не дейді? Қайда демалғанды қош көретінін жерлестердің өз айтсын. Жалпы Өзбекстанға барсақ па деген ой бар. Жұмыс бабымен қол босамайды. Оның алдында Ақтауда болдық. Алматыда болды айтпайсың. Турцияда, Египетте, Малайзия бәрі жаққа барып жүрмін. Ал биыл? Биыл енді қызым оқуға түседі, сондықтан Алматыға кетеміз. Алматыдан оқуға тапсырып болғаннан кейін Астанаға барып демаламыз. Былтырғы жылы жалпы Ақтауға бардық, Алматыға бардық. Биыл Турцияға бардық, Алания қаласына. Біле жүріңіз, аймақта 200-ден аса туристік мекеме бар. Оның ішінде 127-сі орналасу орны, 41-і жол бойындағы сервис объект, 48 туристік ұйым, 2 этно ауыл және 1 визит орталығы бар. 2024 жылдың қаңтар-наурыз айындағы статистикаға сүйенсек, Атырау облысына 32 мыңнан аса турист келген. Оның 27 мыңы ішкі турист болса, 5 мыңнан астамы шетелден келген.